Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Егер сіздер осындай орехтарды жасағыларыңыз келсе, онда осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге керек заттар ол 2 жұмыртқа, қант, және де кәдімгі өзіміз жейтін май, одан кейін ұн, және де бізге разрыхитель, сұйық май мен уксус керек болады. Және де салымына бізге варенка керек болады. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан кейін 250 грамм қантымызды саламыз. Және де оны жақсылап тұрып араластырамыз. Және де осы массамызды араластырып біткеннен кейін біз өзіміздің яғни ерітілген майымызды қосамыз. Және де бұны да жақсылап араластырып. Мінекей барлығын араластырып біткеннен кейін біз яғни сұйық майымызбен, 1 қасық сұйық майымызбен және де 1 қасық сірке суымызды құямыз. Одан кейін оны жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін яғни 1 қасық разрыхитель қосамыз. 1 кішкентай қасық қосу жеткілікті болады. Мінекей. Және де бұны да жақсылап араластырамыз. Мен жақсылап араластырғаннан кейін өзіміздің басты ингредиент ол ұнымызды қосамыз. Жай-жайлап қосамыз. Масса яғни 1 қалыпты болу керек. Соға дейін араластырып. Мінекей. Енді ең соңғы не болғандықтан бұны жақсылап араластырамыз. Мінекей менде осындай масса шықты, қолға жабыспайтындай. Енді осының бетін 15 минутқа жауып қоямыз. Мінекей менің тестім 15 минут тұрды. Енді яғни бұны біз домалақтаймыз. Мінекей менің осындай құрылғым. Бұл ысыған кезде ең алдымен біз майлап алу керекпіз, әйтпесе жабысады. Мінекей мен домалақтап салып қойдым, енді осы құрылғымызға салатын болады. Құрылға обязательно қысып тұру керек. Және де осыны жабамыз. Мінекей, мынау пісіп жатыр.
Енді оған қазір осындай варианттаны қосатын боламыз сауына. Қазір ашып көретін боламыз бұны. Ол үстіне де жабысып қалуы мүмкін. Вот мінекей жартысы үстіне жабысып қалыпты. Мінекей өте әдемі болып пісіп жатыр. Қараңыздаршы мінекей. Оны қайтадан жауып қойыңыз. Мінекей жартысы уже пісті. Бағанағы құрылғыда тұрған пісті. Өте күшті болып пісті. Енді осыларды бір-біріне жабыстыратын боламыз. Біріншісін өстіп жабыстыра аламыз бірінші. Одан кейін екіншісіне жабыстырамыз. Мен барлығын істедім, өте күшті болып шықты. Мінекей қараңыздаршы, өте күшті. Міне барлығының ішінде варионкамен өте күшті болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Егер осы менің тестам, яғни осы орехтың тестасы сіздерге ұнайтын болса, онда маған лайк басып және де комментария жазып кетіңіздер.